Қайырлы күн, саламатсыздар ма оқушылар? Біз мат сауаттылықтан нұсқа талдауымызды ары қарай жалғастырамыз. Бірінші сұрақ: Айша әжесінің сандығынан ертерек уақытта құрбылары жазған хаттарды көріп, олардың сыртындағы конвертті ашқан кезде 5 бұрыш тәрізді жазба пайда болғанын байқады. Ол суретке қарап, неше үшбұрыш бар екенін табуымыз керек. Яғни, мынау бізде конверт ашқан кезде санасақ, бізде мынау 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш, 3, 4, 5, ары қарай 6, 7, 8, 9. Міне. Бұл 9-мен аяқталды. Міне 9 үшбұрыш болады. Ары қарай кеттік. Келесі есепте 4, 6, 2, 3, 5, 0, 8 санынан кейбір цифрларды өшіргенде ең кіші 3 таңбалы сан шығатынын көрсетіңіз дейді. Ең кіші таңбалы сан шығару үшін біз мына жерде жазып алсақ 4, 2, 3, 0, 8 деп. Енді осы жерден біз ең бірінші мысалға шетінен байқап келе берсек, бізде 4 деген санды өшіріп тастаймыз. 6-ны өшіреміз, 2-ні қалдырайық. Сосын 3-ті 5-ті өшірсек, бізде 208 деген сан қалады. Ең кіші сан бізде 208, демек 4, 6, 3, 5 деген сандарды өшіруіміз қажет болады. Санның цифрларының реті өзгермейді деп тұр. Демек енді басқа бізде вариант жоқ. 2-ні қалдыруымыз керек. 2-ден кейін бізде 230, немесе 238, немесе 258 деген варианттардың барлығы 208-ден үлкен болады. Сол себепті 208 біздегі ең кіші 3 таңбалы сан болып тұр. Осы жерде өшірген кезде, сонымен дұрыс жауабы бізде 4, 6, 3, 5 деген сандарды өшірген, яғни Б нұсқасы дұрыс болады. Келесі: әрқайсысының ұзындығы 4 сантиметрге тең 18 таяқшадан тұратын тік төртбұрыш құрастырылды дейді. Тік төртбұрыш. Енді тік төртбұрышты құрастыру үшін біз ауданы ең үлкен болу үшін оны максимально біз неге ұқсатуымыз керек? Шаршыға ұқсатуымыз керек. Енді біз былай салсақ, шамамен осындай тік төртбұрыш пайда болса, енді бізде қанша таяқша бар? 18 таяқша бар. Мына жерден 18 таяқша шығаруымыз керек. Біз 18-ді 2-ге бөліп алсақ, онда 9 таяқша, демек ұзындығымен енді бізде 9-ды құрайды. Яғни мына 1, 2, 3, 4 таяқша. Яғни мына әрқайсысы 4 сантиметрден 4, 4, 4, 4. Жалпы бізде қанша сантиметр болады сонда? 16 сантиметр. Ал келесі бетінде бізде қанша бөлігі қалады? Сонда 9 бөліктің 4 бөлігі кетсе, 5 бөлігі 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Мына ровно бөлінмей қалды. Мына 5 бөлік көшеден 4, 4, 4, 4, 4 деп қарастырсақ, онда жалпы бізде 20 сантиметр құрайды. Енді осы ауданды табу үшін біз не істейміз? 16-ға 20-ны көбейтуіміз керек, яғни 320 сантиметр квадрат болады. Келесі, ары қарай 4-ші: егін жинау науқанында комбайншы 2 алқаптың бидайын орды дейді. 2 алқаптың аудандарының арифметикалық ортасы бізде 2 алқап деп қарастырайық. Мынау бізде бірінші алқап, мынау бізде екінші алқап болсын. Екінші алқап бізде кішкене үлкендеу болсын. Енді қарасақ, мысалы үшін бірінші алқаптың ауданы бізде x-қа тең. Білмейміз. Бірінші алқаптың ауданы екінші алқаптан 3,48 гектарға кем дейді. Демек, екінші алқап бізде үлкен болып тұр ғой. Бірінші алқаптан қарағанда 3,48-ге, дұрыс па? Екеуінің арифметикалық ортасы, яғни екеуін қосып 2-ге бөлсек, онда бізде арифметикалық орта деген екеуін қосып 2-ге бөлуді білдіреді. 27-де 49 гектарға тең. Гектарға тең. Бірінші алқаптың аудан табу, осы жерден теңдеу шеше саламыз. Ары қарай теңдеуді қарастыратын болсақ, онда мына екеуі қосылады. Бізде 2x қосылған 3,48 болады. Ана 2 деген сан мұнда көбейтеміз. Яғни мен қазір көбейтіп жіберейін. 2-ге 27-де 49-ды көбейтсек, 54-де 98. 98. Так, ары қарай бізде мына санды азайтамыз. 3,48-ді азайтсақ, бізде 51-де 5 деген қалады. 51-де 5 гектар. Ары қарай x табу үшін осыны біз 2-ге бөлеміз. Яғни 25-де 75 гектар болады екен. Демек, Д жауабы бізде дұрыс болады. Келесі:
10 тонна кірпішті 3 фирманың біреуінен алу қажет. Бір кірпіштің салмағы 4 килограмм болса, кестедегі мәліметтерді пайдаланып, ең арзан сатып алуға болатын қанша ақша төленетінін табуымыз керек. Біріншіден ең арзанын, соның ішінде, яғни қазір барлығын есептейміз, ішіндегі ең арзанын шығарамыз. Ең бірінші біз 10 тонна кірпішті 4 килограммға бөлсек, неше дана кірпіш болатынын біліп алайық. Ең бірінші. Демек, 10 тонна кірпішіміз біздің 10.000 килограмм. 10.000 килограммды біз 4 килограммға бөлеміз. 10.000 килограмм 4 килограммға бөлеміз. 10.000-ды біз 4-ке бөлсек, онда бізде 2500 кірпіш шығады. 2500 кірпіш. 10 тоннада 2500 кірпіш бар. Енді бір кірпіштің бағасына көбейтейік. 2500 кірпіш. 2500 кірпішті 60-ға көбейтсек, бізде 150 мың шығады. 150 мың. 150 мыңға біз 8700 қосам, жеткізу бағасын жеңілдігі жоқ. Демек, барлығы бізде қанша сумма пайда болады? Қосамыз 8700-ді, бізде 158.700 теңге. Енді біріншісі сол екен, екіншісін тексеріп көрейік. Так, 100 мың теңгеден егер артық болса, онда жеткізу тегін болады. Қазір көрейік. Мынаны 2500-ге көбейтейік. 51-ді 2500-ге көбейтсек, бізде 127 мың болады. 127.500 болады. Демек, 100 мыңнан асты, демек жеткізу бағасы тегін. Ары қарай бізде 127.500 теңге болады. Енді үшіншісіне көбейтіп көрсек, 2500. Так, 56-ға көбейтеміз 2500-ді. Демек, 140 мың. 140 мың. Енді 125-нен артық сауда жасаса, жеткізудің 50%, яғни мынаның 50%, бізде ол 3500 болады. 3500-ді қоса есептейміз 140 мыңға. Сол кезде бізде 143.500 теңге болады. Демек, ішіндегі ең арзаны бізде ол әрине 127.500 теңге деген сын нұсқасына сәйкес келеді. Ары қарай кеттік. Суреттегі АВЦ-ді төртбұрышты жер телімі ойын алаңын жасау үшін өлшеніп алынды. АЕ бізде 7-ге тең, АЕ 7-ге тең, БЕ 8-ге тең, СФ 10-ға тең, АЕ 7-ге тең, 7-ге тең, БЕ 8-ге тең, СФ 10-ға тең, ДЕ 2-ге тең. Так, сонда бізде мына жердегі BD-ның ұзындығын қарастырып алсақ, BD бізге қаншаға тең болып шығады? 10-ға тең болып шығады. Мына екеуінің қосындысы бізде 10-ға тең. Енді оқушылар осы алаң ауданын табу үшін біз екі үшбұрышты қарастырайық. Бірінші үшбұрыш бізде мынау болсын. АВД деген. Енді ол АВД үшбұрыштың табу үшін біз АВД үшбұрыштың ауданын табу үшін 2-ден 1 AH деген формулаға саламыз. Яғни 2-ден 1 деген өзі коэффициент тұрады. А деген бізде ол табаны, яғни биіктігі түсірілген, мынау биіктік болып саналады бізде АЕ. Яғни биіктігі түсірілген табаны бізде 10 және биіктігі 7-ге тең. Демек 35-ге тең. 35 метр квадрат. Ал енді келесі үшбұрыш бізде ол мынау бір үшбұрыш болып саналады. Міне екінші үлкен үшбұрышы, яғни С үшбұрыш ДВЦ үшбұрышы деп алайық. ДВЦ үшбұрышы. Немесе ВЦ-да үшбұрышы. Так, бұда да 2-ден 1 AH деген формулаға саламыз. 2-ден 1 тұрады. Табаны бізде ортақ, екеуіне 10, ал биіктігі бұл жерде 10-ға тең биіктігі. Демек, бұл бізде 50 метр квадратқа тең. Енді жалпы ауданын табу үшін, яғни SAVCD-ны табу үшін біз не істейміз? Осы 50-ге 35-ті қосамыз. Сонымен 85 метр квадрат деген жауап болады. Яғни А нұсқасы дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Екі санның қатынасы 2 бөлінген 3-ке тең. Яғни X-тің Y-ке қатынасы 2 бөлінген 3-ке тең. Бірінші санды 10-ға арттырғанда, яғни X плюс 10 екінші санға тиіспейміз. Сол кезде 2 санның қатынасы 4 бөлінген 5-ке тең болып кетеді екен. Міне осы жерден біз теңдеулер жүйесі етіп шығарсақ болады, оқушылар. Давайте былай істейік. Бірінші теңдеуден біз Y-ті тауып алайық. Y бізде пропорция қылсақ 3x бөлінген 2-ке тең, яғни 1,5x-қа тең. 1,5x-қа тең. Енді осыны алып біз мынаның орнына қояйық.
Демек x плюс 10 бөлінген 1,5 x тең 4 бөлінген 5. Енді оқушылар пропорция жасаймыз. Пропорция деген білеміз, мына екеуін көбейтілсе, мына екеуін көбейтіне тең. Давайте бірінші 4-ке 1,5-ді көбейтсек, 4 көбейтілген 1,5 x тең 5-ті x плюс 10-ға көбейтеміз. Жақша қалды. Енді давайте көбейтейік. Мынау бізде 6x болады. Мына жақшаны шақ 5x қосылған 10 болады. Так, ары қарай 5x-ті біз мына бетке азайтсақ, 6x-тан онда x қалады. X бізде 10-ға тең. Бізден не сұрады? Берілген сандардың қосындысын сұрады. X 10-ға тең. Демек осы 10-ны алып келіп мына жерге қойсақ, y-іміз 1,5 көбейтілген 10 тең 15-ке тең. Яғни x пен y-тің қосындысы бізде ол 25-ке тең болады десек, дұрыс болмай қалды ғой, қай жерден қателесіп кеттік біз? Так, бірінші санды 10-ға артырсақ, екі санның қатынасы 4 бөлінген 5 болады. 5x плюс мына жер 50, кешірім сұраймын, 50. Демек мына жер 50, x 50 болса, 250-ді 1,5 көбейтсек 75 болады. 50-ге 75-ті қоссақ 125 болады. Мына жер жақшаны ашқан кезде мен 5-ті 10-ға да көбейтпей қалыптым да. Так, сонымен жауап бізде А жауабы болады. Ары қарай кеттік. Суретте үйдің сызбасы берілген болса, үйдің ауданын табыңыз дейді. Енді оқушылар бүйтіп 3, 4, 5, 6, 7 клеткамен санасақ, қараңыздар. Мысалы үшін мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6 десек, яғни каждый клетка бізде 0,5-ті беріп тұр ғой, дұрыс па? Демек, 0,5-ті 6-ға көбейтсек 3 метр шығады ұзындығы. Яғни 0,5-ті 6-ға көбейтсек 6 клетка бар бізде, онда 3 метр шығады. Демек, әрбір клетка 0,5-ке тең. Санап шыға саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дене бете салсақ болады. Мына 3,5 мына жерге дейін. Мына жерге дейін бізде 2, 5,5 болды. Қарай 4. 5,5-ға 4 қоссақ 9,5 болады. Яғни мына жақта ұзындығы бізге ал қара қабырғасы деп санасақ, онда ол 9,5-ға тең. Так, мына жағы бізде белгілі. 5-ке 3-ті қосамыз 8-ге тең. Демек 8-ге 9,5-ды көбейтеміз ауданын табу үшін. 8-ге 9,5-ды көбейтсек 76 метр квадрат болады. Болды. Сын нұсқасы. Ары қарай 9-шы есеп. Кестеде тік төртбұрыштың өлшемдері мен аудандарының мәндері берілген сұрақ белгісінің орнын табыңыз дейді. Жалпы ауданның формуласы бізде А мен Б-ның көбейтіндісі. Яғни 5-ке 10-ды көбейтсек 50 болады. 2-ге 40-ты көбейтсек 80 болады. Қандай санға 15-ті көбейтсек 60 болады. Демек, сол санды табу үшін біз ауданын қабырғаға бөлеміз. Яғни 60-ты 15-ке бөлеміз, бізде ол 4 метрге тең. Демек, жауап бізде А болады. Келесі, кестеде дүкендердегі гүлдердің саны мен бағасы көрсетілген болса, олардың жалпы құнын көрсететін өрнекті табыңыз. Жалпы құнын көрсететін өрнек бізде лала гүл 750 теңгеден А гүл бар, яғни 750-ді көбейтеміз Аға. Қосамыз. Раушаннан бізде 1000 бар. 1000 теңгеден Б раушан гүл бар, қосамыз. 900 теңгеден С қызғалдақ бар. Демек, 750 А плюс 1000 Б плюс 900 С деген өрнек бізде жалпы бағасын білдіреді. Осымен оқушылар, біздің нұсқамыз аяқталды. Келесі нұсқада көріскенше аман сау болыңыздар.